Ыбырай Алтынсарин, байұлы. Байұлы 17 жасар күнінде ел көшіп, көп балалар біреу тайына, біреу атына мінгенде, бір бала жамсап қарап тұрып қалды. Мұны көріп байұлы қасына барып, сен неге атыңа мінбейсің деді. Бала қамығып, атым жоқ, көшкенде әжеммен түйеге мінуші едім деді. Сонда байұлы аттан түсіп, жаяу әкесіне барып, мен атқа мінгенде ертоқымымен маған бір жорға тай атап едіңіз. Сол тайымды біреуге берсем, сіз ұрыспайсыз ба деді. Әкесі, кімге бересің? Бала қысылыңқырап тұрып, жаяу жылап тұрған жарлының баласын көрсетті. Бұған әкесі де түсініп, бетінен сүйіп, тайыңды кімге берсең де, ерік өзіңде деді. Содан соң байұлы қуанып, тайды еттеніп, манағы балаға әкеп берді. Қасына ертіп алды да, шауып кеп көп балаға қосылды. Сол уақытта бір ақсақал жақсы кісі қонақ болып жатыр екен. Байұлының әлгі мырзалығын көріп разы болып, сыртынан бата берді. Құдайым, бұл балаға ұзақ жас бер, мал мен бас бер деп. Сол кісінің батасы қабыл болып, ақырында байұлынан 12 ұл туып, бәрі де асқан бай руға бас болды. 12 ата байұлы деген ру сонан болды деседі.